Қайырлы күн, құрметті әріптестер, сіздермен бірге Назым Оңғарбаевна. Бүгін мен сіздерге бір қызықты әдіс тәсілді көрсеткім келіп отыр. Пазл әдісі деп атауға болады. Бұл бізде сабақтың басында, яғни тақырыпты ашу, мақсатты айқындау барысында қолдануға болатын әдіс тәсіл деп білемін. Ең алдыменен бізге тақырыбымыз қажет және мақсатымыз қажет. Сабақтың мақсаты қажет. Оны біз өзіміздің күнтізбелік жоспарымыздан аламыз. Іздеу жолағына біз Jigsaw Planet деген сөзді жазатын боламыз. Jigsaw Planet. Enter'ді басамыз. Шыққан ең бірінші сілтемеге кіреміз. jigsawplanet.com деген бесплатный онлайн пазлы деген. Осындай бет бізге ашылады. Енді ашылғанда мен бірінші кіріп қойған болатымын. Тіркеліп, осындай мінеке шығып кеттім қазір. Осындай бет ашылады. Біз регистрация дегенді басамыз. Ең бірінші рет кіріп тұрсаңыз, егер де сізде бұл сайтта тіркелген болсаңыз, войти деп логин пароліңізбен кіре бересіз. Енді регистрация батырмасын басып, мына жерде барлық сұраған жаңағы нелерін толтырып жазып шығасыздар. Имя пользователя, электронная почта, пароль және подтверждение пароля, яғни робот деп регистрация жасайсыздар. Регистрация жасағаннан кейін сіздерде осындай бет ашылады. Қараңыздар, мінеке. Осындай бетке өтесіздер. Енді бұл жерде жаңағы менің тақырыбыммен бұл сайттың не қатысы бар екен, енді түсіндірейін. Мысалы, енді бұл жерге біз жаңағы тақырыбымызды жазбас бұрын біз ChatGPT-ға кіріп, өзіміздің тақырыбымызға байланысты суретті құрастырып аламыз. Мінеке қараңыздар, мен ChatGPT-ға растрлық суреттерді құру тақырыбына Disney стилінде сурет жасап берші деген тапсырыс жібердім. Ол менен түсінікті болу үшін тағы да бір-екі мәрте сұрады, қандай болу керек екен. Мен оған жауап беріп, осындай сурет құрастырып берді маған. Енді бұл суретті құрастырып алғаннан кейін өзімізге жүктеп аламыз. Жүктеу батырмасын басып, жүктеп алғаннан кейін мінеке, мына жерде загрузить деген батырмасын басып, өзімізге жүктеп аламыз. Жүктеп алғаннан кейін біз жаңағы суреттің бетіне өзімізге қажетті тақырыпты және мақсатты жазып қоямыз. Ол менде мінеке осындай болып шықты. Қараңыздар, мінеке растрлық суреттерді құру мақсаты растрлық кескінде жасау және өңдеу деген мақсатымыз. Бұл информатиканың 5-ші сыныбына арналған тақырып. Енді бұдан кейін біз жаңағы сайтымызға қайттан өтіп, мои пазлы деген жері бар. Мои пазлы дегенді бассақ, осы жерден создать дегенге кірсек болады. Мен енді алдында жасап қойғам, мінеке мынау создать деген батырманы басып, изображение деген жерге басамыз. Сол кезде жаңағы біздің мынау алдын ала дайындалған суретімізді жүктейміз. Міне қараңыздар, суретіміз бір сәтте жүктелінді. Енді бұл жерде бізде бірақ қараңыздар, кез келген атау беруге болады, немесе суреттің өзінің атауы шықты. Бұл жерде біз жаңағы пазлдардың санын ең минималды түрде өлшеп қойсақ болады. Қараңыздар, ең минималды түрі 6 пазл болады екен, 6 бөліктен тұратын, немесе жаңағындай 12 пазл және 6 пазлдан тұрады. Енді біз уақытты көп алмас үшін осы 6 пазлды құрсақ болады. Сабақтың тақырыбын ашуға, айтуға бұл ең сондай бір өнімді, тез болатын әдіс деп ойлаймын. Қараңыздар, 6 пазлдан тұру керек деп мен құрдым. Енді создать батырмасын басамыз. Мінеке, бізге осылай пазлдарды жан-жаққа шашып тастады. Біз енді экранды үлкейтіп, бұл пазлдарды құруға балаларды тақтаға шақырамыз. Сол кезде балалар әр пазлды бір-біртіндеп осылай нетіп, бір-бірі қозғалтып,
тақырыпты ашатын болады. Қараңыздар, мінекей. Мына жаққа қоямыз, мынаны мына жаққа, мынаны мына жаққа. Мінекей, осылай біз балаларға бүгінгі біздің тақырыбымыз және мақсатымыз деп айтып кетуге өте сондай бір жақсы әдіс тәсіл екен. Енді бұны құрып болғаннан кейін біз осы жерден жаңағы интерактивті тақтамыздан осы сайтты ашып қойып, осыдан кіруімізге болады. Жаңағы үлкейтіп экран бетіне барлығын үлкейтіп қойсақ болады. Немесе бұл жерде поделиться деп басу арқылы біз осы жаңағы сайттың сілтемесімен, болмаса жаңағы несімен барлық жерде таратуға болады. Сілтемесін қою арқылы біз өзіміздің осы бетімізге және мои пазлы деген жерде сақталынады. Бұл сол жерден көрсек болады. Қараңыздар, мінекей, мои пазлы деген жерде сақталынып тұр. Поделиться батырмасы арқылы басқа балалар телефон арқылы құрастырса болады, немесе жаңағы өзіңіз экранға ашып қойып, осы әдісті қолдансаңыз болады. Мінекей, тағы да көрсете кетейін. Экранға шашып тастаймыз. Енді мінекей, обратно деп айтамыз да, қайттан жинауға бізге бет ашылады. Енді бұл әдіс 6 неден құрдық. Енді 6 немесе 12 бөлшектерден қанша сізге ыңғайлы, солай құрастыруға болады. Бұны тек қана тақырыпты ашу барысында ғана емес, мысалы кез келген бір суретті, бір сондай сабақтың барысында балалардың зейінін тақтаға аудару, немесе бір суретті ашу, тақырыпты ашу барысында жаңағы осы пазл әдісі өте сондай бір көмекке келеді деген ойдамын. Тағы да 6 емес, мысалы, одан да көп бөлшектерге бөліп, уақытыңызға байланысты. Егер де балаларды бір компьютерде отырып ойын ойнатудың орнына осындай бір әдіс тәсілді қолданып, балаларға қызықты өткізуге де болады деген ойдамын. Ол үшін біз жаңағы неге ChatGPT-ден кез келген жасанды интеллект сайтынан өзімізге қажетті суретті құрастырып алсақ болады. Немесе осы сайттың өзінде бізде қаншама осындай жаңағы головоломка пазлдары берілген. Қиынына байланысты. Қараңыздар, 300 пазлдан тұрады, 24 пазлдан тұрады, және 15 пазлдан тұратын осындай оңай пазлдар бар екен. Ал сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна осы әдіс тәсілді әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің жазған әрбір пікірлеріңіз маған шабыт береді. Жаңа видеоларымызда кездескенше сау болыңыздар.